Отбасымызда 3 қыз едік. Мен үйдің үлкенімін. Артымнан сіңілдерім ергендіктен ата-анама еркелеп үлгермедім. Ес білгелі сіңіллеріңе үлгі болуың керек, сен үлкенсің ғой дегенді естіп келемін. Ата-анам кішкентай кезімнен сіңіллеріммен, ойыншықтарыммен, киіммен бөлісуімді сұрайтын. Отбасымызда әр баланың өз заты болмайтын. Барлығы 3 қызға ортақ еді. Енді араға 30 жыл салып мен сіңіліммен күйеуімді бөліскелі отырмын. Бекзат екеуміз магистратураның 1-ші курсында танысқан едік. Өзі өте ақылды, тапқыр, қарасаң қарай бергің келетін өте сымбатты жігіт болатын. Талай қыздың арманына айналған ер азаматтың көзі маған түскенде қуанышымда шек болмады. Себебі оны бір көргеннен ұнатқан едім. Араға 1 жыл салып отбасын құрдық, ұлды болдық. 3 жыл бойы бақытты күндер кешкен едік. Алайда бұлай тек мен ойлаған екенмін. Жуырда сүйікті жарымның туған сіңілімде көңілі бар екенін білдім. Сіңілім де одан кетәрі емес сияқты. Екеуі бірнеше рет сыртта кездескен екен. Тіпті үйімізге келгенде де екеуінің әзілдесіп, құшақтасқанын көріп секем алмағанмын ғой. Керісінше Бекзат туыстарымды туғанындай көреді деп мәз болып жүре беріппін. Жуырда күйеуім сіңілімде көңілі бар екенін, оны 2-ші жар етіп алғысы келетінін айтты. Төбемнен жай түскендей болды. Не өңім, не түсім екенін айыра алмай біраз есеңгіреп тұрып қалдым. Айтуынша, ол сіңілімні бұрыннан бері ұнатып жүріпті. Мен жүкті болған кезде екеуі сырлас болып алған екен. Уақыт өте сіңілім де оған ғашық болып қалыпты. Тек одан менімен ажыраспауын өтінген екен. Сол себепті Бекзат мені де, баламызды да тастамайтынын айтты. Десе де, мұндай шындықтан кейін мен онымен бірге 1 минутта бола алмадым. Киімдерім мен ұлымды алып, ата-анамдікіне кеттім. Сол оқиғадан кейін сіңілімнің бет жүзінде көргім келмеді. Ата-анам да одан теріс айналды. Естуімше екеуі біздің жалдамалы пәтерімізде тұрып келеді екен. Некелерінде қиып алыпты. Қанша қиналсам да енді ештеңе бұрынғыдай бола қоймас. Өткенімді өшіріп, баламмен бірге болашағымды құруды мақсат еттім.